Саламатсыздар ма? Есім Айсұлтан болады. Қателіктер жайлы айтып кететін болам сіздерге. Тренингке алғашқы келушілердің қателіктерін айтатын болам. Алғашқы жіберетін қателіктері ол біріншіден риск менеджмент дұрыс сақтамайды. Екіншіден достарынан қарыз алады, кредит алады, олай ешқашан болмайды. Негізі тренингке кіру үшін негізі $50 жететін болады. $50 сіз центовый счетқа ауыстырып, $5000 сіз қаржыларыңызды дұрыс басқаратын боласыздар. Оны біз центовый счетқа қалай ауыстырамыз? Оны біз қалай жасаймыз дейтін болсаңыздар, Robo Forex брокерінде және XNS брокерінде ол болады центовый счет. Оған сіздер $50 салып, $5000 сіздер өздеріңізді қаржыларыңызды дұрыс басқарып үйрене аласыздар. Біріншіден, екіншіден, риск менеджментті дұрыстап үйрене аласыздар. Үшіншіден, сіздер дұрыс жолды сауда жасап үйрене аласыздар. Жалпы негізі психологиямен жаңағы өздеріңіз риск менеджменттеріңізді дұрыс жасасаңызда, дұрыс қолға алсаңызда, сіздер тренингке табысқа шығатын боласыздар. Сіздерге айтар кеңесім, ешқашан қарыз алмаңыздар. Көп суммамен бастамаларыңызды сұраймын. Не бары $50 центовый счет ашып, сонымен сіздер сауда жасап үйренуге болады.